Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Өмірімен де шығармашылығымен де екі ғасырды молынан тұтастырып жатқан ұлы жырау, қазақ халқының ұлы перзенті, ақын, айтыскер, сазгер, жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың өмірбаянын ұсынамыз. Жамбыл Жабаев ақын-импровизатор, Қазақстанның ең танымал ақындарының бірі. Ол 1846 жылы 28 ақпанда Шапырашты руынан шыққан Жабай есімді көшпенді қазақтың отбасында дүниеге келді. Отбасылық тарих бойынша Жамбылдың анасы Ұлдан, Жамбылдың атасы Ыстыбайдың ауылы шапқыншылардан қашып жүрген кезде босанған. Яғни ұлт мақтанышы Жамбыл тауының маңында, қазіргі Отар станциясының солтүстік-шығысында Шу өзенінің жоғарғы жағында дүниеге келген. Сөйтіп баланы таудың құрметіне орай Жамбыл деп атады. Жамбыл домбыра ойнауды ерте жасынан үйренді. Тіпті кейін оны ақын құрдастарының арасынан ерекшелей бастады. Жамбыл атақты ақын Сүйінбайдың шәкірті болды. Ол көп жылдар бойы ұстазымен бірге жүріп, оның айтысын тыңдап, ақындық шеберліктің тәжірибесін үйренді. Ұстазы оған «Жақсы сәтте сәттілік сенімен бірге болсын, ұлым. Адамдардың жадынан шығып кетпейтін, қуана есте сақтайтын өлеңдер шығар. Сенің өлеңдеріне тек санаулы адамдар ғана емес, бүкіл халық құлақ түрсін. Сенің өлеңдерін кеудеден емес, жүректен шықсын. Шындық туралы айта отырып, әділеттілікті жырла. Басқалар салып кеткен жолмен емес, айналада болып жатқандарға қарап, өз жолыңды тап. Хан қазынасынан гөрі жаным бай болсын деп батасын берген. Жамбыл ауыл-ауылдарды өздігінен аралап, ақындық шеберлігін көрсете бастаған уақытта 20 жаста болатын. Осылай ақындығын жер-жерге көрсетіп жүрген Жамбыл өзі барған ауылдардың бірінде Бұрым есімді танымал сұлуды кездестіреді. Сөйтіп жас ақын мен бұрымды қыз бір-бірін сүйіп қалады. Бірақ бойжеткен салт-дәстүр бойынша басқа жігітке айттырылып қойған болып шығады. Ал салт-дәстүрден аттап кете алмаған Бұрым ата-анасы таңдаған жігітке тұрмысқа шығуға мәжбүр болады. Бұл оқиға ақынның жүрегінде терең жарақат болып қалды. Жамбылдың шығармашылық өміріне терең із қалдырған өміріндегі маңызды оқиға Шөже мен Шашубай ақынмен кездесуі болды. Жамбыл олармен ұзақ уақыт бойы айырылыспады. Ол Шашубайдан көптеген сарыарқа ақындарының әндерін, 15 ғасырдың ақыны және философы Асан Қайғы туралы көптеген аңыздарды естіп білді. Дәл Асан Қайғы туралы айтылған аңыздар кейінірек Жамбылға Өтеген батыр поэмасын шығаруға шабыт берді. Ол оны хикая деп атады. Бұл туынды алғаш рет 1937 жылы жазылған және қазір оның шығармаларының барлық басылымдарына қосылған. Бұл поэмада жер әлемді айналып, жер іздеп өз халқының бақытты үлесін іздейтін Өтеген батырдың жорықтары сипатталған. Жамбыл шығармаларының орыс тіліндегі аудармалары шетелде де танымал болды. Оның еңбектері Қытайда, Чехословакияда, Англияда және басқа елдерде жарық көрді. Осылайша қазақ жырауы әлемдегі барлық ұлттың сүйікті ақыны болды. Оның өлеңдері КСРО-дағы шынайы өмірді дәріптеді және билік тарапынан кеңінен таратылды. 90 жастағы Жамбылдың бейнесі жаңа құрылысты және оның халқын қуана қарсы алған шығыстың ақсақалы ретінде бейнеленді. Ол Қазақстанның ең беделді ақынына айналды. Ал оның әндері қазақ ауылының жаңа өмірінің бір бөлігі болды. Жамбыл Жабаев қазақтың ұлттық мәдениеті мен әдебиетіне сіңірген еңбегі үшін Ленин, еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендерімен марапатталды. 1941 жылы Сталиндік сыйлықтың лауреаты атанды. Жамбылдың есімі Қазақстанның бір облысына, бірнеше ауданға, бірқатар елді мекендерге, мекемелер мен оқу орындарына, өнер ордаларына берілді. Жамбыл 1938 жылдан бастап қазақ қарулы күштерінің депутаты болды. Өлең жырларымен көптеген елге танылып, артынан баға жетпес асыл мұра қалдырып кеткен жыр алыбы Жамбыл атамыз 1945 жылы 22 маусымда 100 жасқа толуына бірнеше ай қалғанда дүниеден озды.